Ал тағы да ассалаумағалейкум құрметті достар. Біз Алматы Барс базарына келіп отырмыз. Бүгін ескертіп кетейік. Күн жексенбі 2 шілде 2023. Жергілікті уақыт сағат 8-ден 15 кетті. Біз видео түсірілімізді бастаймыз. Видеоны көрместен бұрын достар, астына лайк басып, пікір комментарий қалдырып, өз ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар және арнамызға міндетті түрде тіркеліп жазылып қойыңыздар. Біз сіздерді бүгінгі бағалармен таныстырып өтетін боламыз. Және өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдын ала рахмет. Ал бастайық. Мына бір алдымызға Lexus көрініп тұр. 2001 жылғы 6-да 2 сұрап тұр екен. Бұл Lexusқа RX 300 болса керек. Телефон номер назарларыңызда. Автомат қорапта бұл автокөлік велюр салонымен. Көліктің жағдайы осындай. Төбесінде рейлингі бар, құймалы дискімен. Бұл автокөлік кроссовер, Lexus'тердің ішіндегі биік машинелердің бірі. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. 2015 жылғы Toyota Corolla көріп тұрмыз. 190 мың жүріп тастаған дейді. Алдыңғы жетекте автокөлік 1.6 автомат. Телефон номер назарларыңызда. Велюр салонда бұл автокөлік. Артында камерасы бар. Осындай шағын түрдегі көліктердің бірі. Әдемі құймалы дискісімен. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Сонымен Camry 50 түсір деген кісілерге 12 жылға Camry 2.5 автомат қорап 148 мың шақырым жүрген дейді. 11 миллион 800 сұрап тұрған бағасымен. Телефон номер назарларыңызда. Ішіндегі салоны былғары екен, мультируль, толық электропакет. Әдемі осындай жылтыраған қара түстегі Camry 50. Көріңіздер достар, көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Келесі көлігіміз Camry 35-тік. Өздеріңіз көріп тұрғандай 05 регионымен. Автокөліктің жағдайы жақсы екен. Құймалы дискі кигізіп қойған. Америкалық нұсқада дейді. 2.4 қозғалышымен автомат қораптағы. 5.6 сұраған бағасы. Телефон номер экранға шығарып қойдық. Көліктің жағдайы осындай. Өз жасына, жылына керемет жағдайы. Хабарласып қойыңыздар, көлік ұнаған болса. Сонымен достар, Odyssey түсір деген комментарийда кісілерге Honda Odyssey 2004 жылғы автомат 2.4 қозғалышымен сұрап тұрған бағасы 5. Өздеріңіз көріп тұрғандай құймалы әдемі дискімен. Минивендердің бірі, автокөлік 7 орындық. Осындай көлік іздеп жүрген кісілерге осындай варианттар бар. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Дәл қасында тағы да бір Odyssey тұр. Мынау екінші поколение. Мына жаңа түсірген Odyssey, бұл үшінші поколение. Енді мына екінші поколениедағы Odyssey, бұл да 7 орындық минивен. Екеуінде тізгіні оң жағында рулі. Honda Odyssey, бензин, 4.5, 8747 866 7409 номеріне хабарласып қойыңыздар. 2.3 па? 3 па? 2.3 екен. Қозғалышы сондай әдемі титан дискісімен тұр екен. 05 регионындағы. Көріңіздер достар, осындай Odyssey'лер іздеп жүрген кісілерге осындай варианттар бар. Хабарласып қойсаңыздар болады. Сонымен достар, тағы да бір Estima көріп тұрмыз. Estima болғанда минивен сұраған кісілерге. Toyota Estima 2006 жылғы 2.4 қозғалышымен автомат сұрап тұрған бағасы 8 екен. Мына жерде күнге шағылысып көрінбей жатса, телефон номер назарларыңызға ұсынып қоямыз. Қазақтан кеткен 05 регионымен автокөлік минивен
ортада капитандық орындықтарымен. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Келесі көретін көліктеріңіз Lexus ES300 2002 жылғы. Номерін көрсетіп қояйық. Велюр салонда қималы дискісімен, артқы камерасымен. ES300 автокөлігі әйгілі Lexus'тердің бірі. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Сонымен құрметті достар, осындай тірі Camry көрем деген кісілерге тірі Camry бір көрсетіп берейік. Camry 10-дық универсал түрдегі. Бұл Европалық нұсқа ма, американский нұсқа ма? Американдық. 2x2 қозғалышы автомат. Төбесінде әдемі рейлингі бар. YouTube Мадияр Қалдыбек деп нетсеңіз шығады. Бір шірік жері жоқ дейді бауырымыз. Әдемі қималы дискі кигізіп қойған екен. Оң жағы рөлімен. Бұл оң жағы рөлді, бұл да Camry 10-ға жатады ғой, десяткаға, жата береді. Өздеріңіз байқасаңыздар, бір мынандай ақауы жоқ екен темірінде. Төбесінде осындай рейлингімен. Телефон номерін назарларыңызға көрсетіп берейік. 94 жылғы 2x2. Осы номер телефонына хабарласып жіберіңіздер. Енді бағасын көлік иесінен сұрасақ 3-ке бере салам деп тұр. Мынау алдындағы әйнегі өзінің заводтан шыққан әйнегімен дейді. Родной деп қояды. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Келесі көретін көліктеріңіз Camry 40 2008 жылғы 40-қа 2.4 автомат. Сұрап тұрған бағасы 6-2. Телефон номерін иесінен сұрап жіберейік. Телефон номерін айтып берші бауырым. Телефон номер 878 690 1844. Осы номеріне хабарласып жіберіңіздер. Camry 40 автокөлігі қара түсте. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Сонымен Mercedes лопатый Mercedes деген кісілерге рестайлинг түрдегі автокөлік 2000 жылғы E280 саудасы бар дейді. Бағасы назарларыңызда тұр. Телефон номер алдарыңызда. 213 жанақтағы Mercedes-Benz осындай әдемі сұр түсте. Рестайлинг, переходка, қималы дискіде. Автокөліктің жағдайы жаман емес. Бұлғары салонда екен көлік. Сонымен Mercedes сүйер қауым, көріңіздер. Осындай Барс базарындағы әйгілі түрдегі Mercedes-тердің бірі. Хабарласып қойыңыздар. Келесі көлігіміз Camry 45. Назарларыңызда өздеріңіз көріп тұрғандай 2011 жылғы екен. Шыққан жылы 130 миль жүрген дейді. 2.5 қозғалышымен Tiptronic 6 саты. Телефон номер назарларыңызда. 7.5 сұрап тұрған бағасымен, қималы дискісімен. Толық электропакет. Велюр салондағы осындай Camry 45-тік 2011 жылғы LE комплектациясымен достар. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Келесі көретін көліктеріңіз Camry 50. Осындай ақ маржан түстегі автокөліктердің бірі. 2013 жылғы 2.5 автоматымен 9,5 сот тұрған бағасымен. Телефон номер назарларыңызда достар. Жүрілген шақырымы экранға көрсетіп қояйық. Өздеріңіз пікір қалдырып айтып отырарсыздар. Автокөліктің жағдайы осындай, қималы дискісімен. Toyota Camry 50 08 регионмен достар. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласып қойсаңыздар болады. Тағы да бір Mercedes-Benz көріп тұрмыз.
213 шанақта 2000 жыл шыққан екен. Жылы 2.8 автомат. Сұрап тұрған бағасы өздеріңіз назарларыңызда экранда көріп тұрсыздар. Телефон номеріне хабарласып, Велюр салондағы осындай 213 шанақтағы әйгілі Мерседестің бірі әдемі құймалы дискісімен көріңіздер. Достар, көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. 124 шанақтағы тағы да бір Мерседес көріп тұрмыз. Назарларыңызда 94 жылға 3.2 қозғалысымен Мерс сүйер қауым білсе керек. Газ, бензин, артқы жетекте автомат қорапта. 2.6 сұраған бағасы. Телефон номер 8747 884 31 37 31 номер телефонына хабарласып көліктің жағдайын иесінен сұрап біліп алсаңыздар болады. Бір айналдырып түсіріп жіберейік. Е категориясындағы 124 шанақтағы Мерседестардың бірі Барс базарында тұрған. Көріңіздер, достар, көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Сонымен достар, тағы да бір жақсы жағдайдағы бір Камрид көріп тұрмыз. 2003 жылғы 2.4 автоматымен. Осы номерға хабарласып қойсаңыздар болады. Әдемі құймалы дискісімен тұр бұл автокөлік. Барс базарында LE комплектациясымен. Осындай сұр әдемі түсте. Көріңіздер, көлік ұнаған болса көлік иесімен хабарласып сұрап алсаңыздар болады. Сонымен достар, тағы да бір Камри көріп тұрмыз. Срочно сатам деп қойыпты. Шұғыл түрде 2004 жылғы 2.4 автоматымен Бұлғар салонды бұл автокөлік. Сұрап тұрған бағасы 6.5 екен. Телефон номер 8747 865 3655 немесе 747 865. Тағы да сол номер жаз қойыпты. 3655. Құймалы дискіде автокөліктің жағдайы өз жасына жақсы. Бұлғар салонда екен, автоматымен. Толық электропакет, мультируль. Көлік иесі көлігін сүртіп тазалап жатыр. 08 регионымен. Көріңіздер, көлік ұнаған болса көлік иесімен хабарласып қойсаңыздар болады. Тағы да бір Лупаты Мерс көріп тұрмыз. 98 жылғы Мерседес 112 қозғалысымен 2.8. Телефон номер назарларыңызда. Сұрап тұрған бағасы 407. Бұл 213 шанақтағы әйгілі Мерседестердің бірі, төбесінде люгімен, Бұлғар салондағы құймалы дискісімен автокөлік. 08 регионда бұл автокөлікте. Көліктің жағдайы өз жасына керемет десек болады. Көріңіздер, көліктер ұнаған болса хабарласып қойсаңыздар болады. Тағы да бір Лупаты 213 шанақтағы Мерседес көріп тұрмыз. Рестайлинг 98-99 шыққан жылдары 2.8 қозғалысымен 5 сатыдан тұратын механика қорапта болса керек. Жоқ, автомат екен достар. 5.3 сұраған бағасымен. Телефон номер назарларыңызда. Бұл автокөлік бұл Мерседес Бұлғар салонда. Көліктің жағдайы жақсы. Ешқандай несі жоқ. Ақыл көріп тұрған жоқпыз. Арты кең, Бұлғар салон көрініп тұр. Осындай Барс базарындағы тірі Мерседес көремдеушілерге осындай варианттар бар. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Достар, Барс базарындағы 124 шанақтағы Mercedes Benz 92 жылғы екен. Қозғалысы 2, бағасы 3.100. Телефон номер назарларыңызда. Бұл автокөлік механика қорапта екен. 2 қозғалысымен болғанымен
Велюр салонда автокөлік Ешка деп аталады. Е категориясындағы автокөліктердің бірі. Осындай әйгілі артында парковкамен осындай Мерседес іздеп жүрген кісілерге осындай варианттар бар. Көріңіздер. Көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Сонымен құрметті автосүйер қауым, құрметті достар, бүгінгі видео ұнаған болса астына лайк басып, міндетті түрде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер және арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға алдын ала көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.